Біреу біз сияқты болғысы келіп жүр, а біз басқа біреу сияқты болуды армандап жүрміз да. Не дейді, Қазекең өзіндегі бар нәрсенің қадірін білмейді, жоқ нәрсені армандап жүр дейді да. Мысалы үшін біреулерде денсаулық бар да, бірақ ана бір кейбіреулерде дүние бар, денсаулық жоқ. Бірақ мына дүниесі аздау, денсаулығы бар адам, анау адам сияқты болуды армандап жүр да. Бір адамдарда ата-ана бар, бірақ қадірін білмейді. Бір адамдарда дүние бар, ата-ана жоқ та. Бірақ мынау сол адамдар сияқты болуды армандайды. Бір адамда балашаға көп та, көлігі жоқ, бірақ балашаға көп. Бір адамдар дүниесі жағдайы біраз жерге жетіп қалған, не дейді, бүкіл дүниемді берер едім. Алла Тағала бір ұрпақ берсе екен деп ше. Ана балашағасы көп адам, анау адам сияқты болғысы келіп жүр да. Бір жігіттердің көлігі жоқ, дүниесі кішкене аздау, бірақ бір адам сияқты болуды армандап жүр, ал ол адам ше өз аяғымен жүрсем екен. Денсаулық. Не бір жігіттер бар, денсаулығы мықты жігіттер бар да, бірақ не дейді, басқа біреу сияқты болғысы келіп жүр да олар ше. Денсаулығы жоқ біреулер бар, жағдайы жақсы. Сөйтсек, ағайындар, мынау дүниедегі негізгі нәрсе бай болу емес екен ғой. Не дейді? Не бар сенде? Сомен бақытты болсай болды. Сен нең бар, сомен бақыттысың, одан артық болмайды бәрібір. Алла Тағала саған тағдырыңа осы нәрсені жазып қойған ба, болды, осымен бақытты болсай, не дейді? Өзіңдегі жоқ нәрсені армандай бермей, бар нәрсеңмен бақытты болсайшы. Денсаулығың бар ма? Талай адамдар бар, денсаулықтан айырылған. Жігіттер кейбір кезде дүниеден соншалықтан таршылық көріп, анау сияқты бола алмай, мынау сияқты бола алмай, жаныңыз қиналып бара жатқан кезде бар ғой. Мына Шымкентте Россия деген больница бар, білесіздер ме? Сол жерде травматология деген бөлім бар. Анау құлаған, сынған, қисайған өңкей сондайлар жататын жерде. Жай барыңызда травматология бөлімшесіне бір рет кіріп шығыңыз, міндетті түрде өміріңізде бір өзгеріс пайда болады. Жай біреуді зиярат етіп бармай-ақ та қойыңыз. Барыңызда жай кіріңізде бір бөлмелерді аралап, сол жерде жатқан адамдарды бір көріп шығыңыз, жаңа бір жері сынып, бір жері қисайып, талқандалып жатқан адамдарды көресіз ғой. Сіздің бағанағы арманыңыз бар ғой, сусекпендей басылады ғой. Көлігім болса, анау болса, мынау болса дегенше. Сол кезде ойлайсыз, Құдайға шүкір, 12 мүшем, 2 аяғым бар екен ғой, 2 қолым бар екен ғой, Құдайға шүкір деп сол кезде айтасыз да. Не болмаса мынау Ленгір жақта бар, мүгедектер үйі бар. Бар, көргенсіздер ме бар, мүгедектер үйін ше? Балдар бар да, қолдары осы жерден шықпай қалған. Бір жігіт отыр, қолы осындай да, бүйтеді. Иншалла, Құдайдан үміт үзбеу керек. Мен осы жер біткеннен кейін сондай спонсорлар табамын, мен сондай оқуға түсемін деп ше. Ана жігіттің айтып отқан әңгімесі, екі қолы осы жерден келеді да. Біз екі қолымыз ұзын да, не істеймін енді, не істеймін, өкімет қашан мені асырайды деп отырмыз да. Сол үшін мен айтқым келетіні, неңіз бар, сонымен бақытты болсаңыз, одан артық бәрі болмайды сізде. Егер бұлайша айтқан кезде де Алла Тағала сізге берген осы нәрсені, сіз енді жоқ, өзім тағы да бір қосымша тауып аламын деп жүрсіз бе? Алланың жазғанынан артық болмайды. Әл-Мәруа Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.